Сәлем қыздар, синабон дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке 1,5 ас қасық қант және де бірінші қантты араластырамыз. Дрожжи 1,5 ас қасық дрожжи саламыз. Апара дайындайтын боламыз. Апарамызды 5 минутқа қойып қоямыз. Енді 3 ас қасық сұйық майды, одан кейін 1 штук жұмыртқа және де дайын болған көтерілген апарамызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай 5-6 сантиметр қылып тураймыз. Ішінен шоколадымыз да осылай ағып тұр. Мінекей результат. Енді кесеміз. Вкуснятина.